Сәлем оқырман. Бүгін біз 21 жастағы Ару есімді қыздың оқиғасымен бөлісетін боламыз. Видеоны бастамас бұрын арнамызға жазылып, қоңыраушамен лайк басуды ұмытпаңыздар. Ару өзінің балалық шағын терең күрсініп еске алады. Өйткені Аруда айтарлықтай бақытты балалық шағы да болмады. Кішкентай кезінен көрген қорлығы Аруды ерте есейтіп жібергендей. Ару кішкентай кезінен әлжуаз, аурушаң болып өсті. Онысымен қоса 7 жас шамасында Аруды сиыр теуіп кетіп, қорыққанынан кекештеніп сөйлейтін болды. Енді ғана мектеп табалдырығын аттаған Ару үшін бұл өте ауыр соққы болды. Себебі мектепке барып білім алып, дос табамын деген арманы су сепкендей басылды. Бірге оқитын сыныптастары Аруды көп мазақтайтын, оны кекеш деп келеке етіп отыратын. Енді ғана өмірдің жаңа баспалдағына көтерілген Аруға оңай болмады. Күнделікті қайталанатын осы жағдай Аруды мүлдем басып тастады. Ешкімге қосылмай, томсырайып, тұйықталып, тек өзі ғана жүретін болды. Не досы жоқ, өзі ғана жалғыздықпен жабырқап өскен Арудың күні осылай өте берді. Айлар өтіп, артынан жылдар келе берді. Арудың 8-ші сыныптан бастап денсаулығында тағы өзгерістер болды. Бұл жолы Ару гормон дәрілерін қабылдай бастады. Ол дәрілер Аруды толтырып жіберді. Енді ғана бой түсеп келе жатқан Ару сыныптас ұл қыздарының ендігі толық, семіз деген сөздерін естіп, одан сайын тұйықталып кетті. Өзімен өзі ешкімге қосылмай тағы жүре берді. Уақытта тоқтамастан сырғи берді. Кеше ғана кішкентай қыз өзінің қалай есейіп кеткенін де байқамай қалды. 9-шы сынып кезінде Арудың сынабына Айман, Шолпан деген егіз қыздар келді. Келген егіз қыздар қарапайым қыздар еді. Оларды да сыныптастары жақтырмай, өздерінің қатарына қоспады. Бірақ бұл жағдай Ару үшін оңынан шешілді. Өйткені келген егіз қыздармен Ару құрбы болды. Неше жылғы арманы орындалып, құрбы тапқан Арудың қуанышында шек жоқ еді. Міне солай, мектептің қызығы мен шыжығы қатарымен жүріп, 11-ші сыныпқа қалай аяқ басқанын білмей де қалды. Бұл уақытта сыныптастары есейіп, бұрынғы ара қатынас шамалы жақсарған кезі. Аруда бой түзеп қалған Нұрбек есімді жігітпен сөйлесіп жүрген кезі болатын. 8-ші наурыз күні сыныптастар ұйымдасып отырыс өткізбекші болды. Барлығы дерлік баратын болып келісті. Арудың да барғысы келіп еді, әкесін тастап кете алмады. Өйткені әкесі сол күні мас болып келген еді. Ал анасы мен інісі төркіндеп кеткен еді. Амал жоқтан қатарынан қалып бармайтын болып шешті. Кеш батып, дала қараңғы болып қалған кез. Ару сыныптастарына қосыла алмай үйде отырған. Кенет әкесі қызының бөлмесіне кіріп келді. Өзі өлер деймас. Келгеннен Аруға сөйлей бастады. Басында не айтып жатқанын түсінбеген Ару сосын аңғарды. Әкесі Аруға қызы емес, құдды бір басқа қызға сөйлегендей әңгіме айтып отыр екен. Әкесіне Ару қаншама есіңізді жиыңыз әке десе де еш есі кірер емес. Мастықпен айтып отырған болар, қояр деп ойлады. Бірақ әкесі енді сөзді қойып қызына тиісе бастады. Мұндайды күтпеген Ару қорыққаннан мас әкесін итеріп жүгіріп далаға қашып шықты. Жүрегі дүрсілдеп, ендігін баса алмай далада біраз тұрды. Ойының бәрі жан-жақта. Әкесіне ашулы болып тұрды. Мұнысы несі? Не істегелі жатыр? Қуарақтың кесірі деп бір жағынан сыбап алса, екінші жағынан соны қашан қояр екен, ішпесе тіпті жақсы болар еді деп әкесін ақтап алып тұр. Бірақ сол мезетте үйге қайта кіруге құлқы болмады. Бір жағынан қорқып та тұр. Не керек? Есінен Нұрбек түсіп, телефон нөмірін тере бастады. Ол да күтіп отырғандай тұтқаны дереу көтере қойды. Екеуі біраз сөйлесіп, Нұрбек Аруға келетін болып шешті. Нұрбек қалада тұратын. Ару қалаға жақын маңдағы ауылда тұратын еді. Ол келгенше біраз уақыт керек. Сыртта тұра бермесі анық. Өзі әрең сыныптастарының отырысына келді. Сыныптастарымен сағатқа жуық отырғаны сол, Нұрбек келіп тұрмын деп хабарласып қалды. Сыртқа шығып, екеуі сөйлесіп тұрды. Кенет Нұрбек, жүрсеңші қалаға, қыдырып қайтайық, отырыстарың біткенше келіп қаламыз деді. Ойланып қалған Ару, барсақ барайық, уақытында алып келсең болды деп келісті. Келіскенінің бір жағы әкесіне ашуы тарқамай ерегісіп жасаған ісі еді. Содан екеуі қалаға қарай шығып кетті. Арудың әлі де есінен әкесінің қылықтары кетер емес. Арудың ішін жегідей жеп барады. Өз әке маған қиянат жасамақшы болды. Аяғы немен бітер еді. Үйден қашып шыққаным дұрыс болды деп өз ойымен әлек болды. Кенет Нұрбектің тамақтанып алайық деген сөзі ойын бөліп жіберді. Басын изеген Аруды Нұрбек бір кішкене сыраханаға келді. Бірінші тамақтанып, артынан Нұрбек сыра ішіп алды. Аруға ұсынған еді. Ашумен ол да сыраны ішіп отырды. Бұл Арудың алғаш сыра ішуі еді.
бұрын-соңды ішпеген қыз масайып қалды. Есінің бәрін білгенімен денесі босаңсып отыра берді. Уақыт сырғып өтіп жатыр. Бір қарағанда сағат тілі түнгі 3 болыпты. Қатты кеш болып кетті деп ойлаған Ару Нұрбекке үйіне апарып салуын өтінді. Жарайды деп екеуі сыраханадан шығып, машинеге қарай жүрді. Екеуі де масаң күйде. Машинеге отырғаны сол Нұрбек сезімге беріліп Аруға тиісе бастады. Ару қарсы болды, бірақ Нұрбек қарсыласқанына тіпті қарамады да. Арудың sıрадан кейін аяқ-қолы әлсіреп Нұрбекке шамасы жетпеді. Сонымен арпаласамын деп шаршап та қалды. Соқпақтай жігіт, өз дегеніне жетпесе көңілі жай таппайтыны анық. Ақыры өз ойындағысын іске асырды. Одан арғысы Арудың есінде жоқ, ұйықтап кетті. Көзіне жарық түсіп жатқаны сол. Ару оянып кетіп сағатына қарады. Сағат таңғы 6-дан кетіпті. Енді ғана босарып таң атып келе жатыр екен. Дереу есін жиып Нұрбекті оятып, ештеңе деместен ауылына апарып тастауын өтінді. Нұрбекте үн жоқ. Ару да ауылына апарған күйі қайта қалаға қайтып кетті. Сол кеткеннен мол кетті. Не себепті екені белгісіз, бірнеше ай өтсе де еш хабарласпады. Ару да Нұрбекті іздемеді. Бұл уақытта Ару 11-ші сыныпты бітіріп, оқуға дайындалып жүрген кезі. Бағы жанып грантқа медколледжге түсіп кетті. Енді Ару болашақ медбике, жаңа орта, жаңа таныстық. Бұл уақыт Ару үшін қызығы мол кездер еді. Бірінші курсты аман-есен бітіріп, екінші курсқа аяқ басты. Ол кезде ВК желісінің шарықтап тұрған кезі. Ару да сол ВК желісімен Жалғас деген жігітпен танысты. Жалғас Арудың ауылына жақын бір маңдағы ауылдың баласы екен. Бір-біріне жақын ауылдан болғанға ма жақын тартып кетті. Екеуі телефон номермен алмасып, күнде сөйлесіп жүрді. 2019 жылы алғаш рет екеуі қалада кездесті. Күнде сөйлесіп жүргенге Ару Жалғасты көргенде ескі танысын көргендей болды. Қатты жақын тартты. Бірақ Жалғасты бір көргеннен ұнатып та қалған еді. Жалғастың да ұнатқаны көзінен ақ көрініп тұр. Бір-бірінен көздерін алмай қарайды. Екеуі ұзақ әңгіме дүкен құрып серуендеп түнгі қаланы аралады. Ертесіне Ару жұмыстарымен өз ауылына жол тартып кетті. Арудың ауылында Жалғастың туысқандары тұратын еді. Сол туысқандарының үйіне Жалғас та Аруды ұнатқаны сонша Арудың ізімен сол туыстарының үйіне қонақ болып келді. Күнде кешкісін кездесіп сөйлесіп жүрді. Әңгімесі жарасып, күнде бір-бірін көрмесе тұра алмастай халге жетті. Сезімдері махаббатқа ұласты. Бірақ бұл махаббат тағы көпке созылмады. Сезімін білдіріп, жақсы көретінін айтып жүрген Жалғас 2 айдан кейін ұшты күйлі жоқ болды. Ешқандай хабар болмады. Бұл кезде Ару оқуына кеткен еді. Бұл жағдай Аруға қатты соққы болды. Оқуға деген еш зауқы болмай, онысы да жайына қалды. Жауапсыз махаббаттан қатты қиналды. Күндіз-түні тек Жалғасты ойлап, жылаумен күні өтіп жатты. Өйткені Ару Жалғасты қатты сүйіп қалған еді. Болашағын Жалғаспен елестетіп отыратын, бірақ қанша қиналса да қайтып келген Жалғас жоқ. Бір ай оқудан қалған Ару амал жоқ қайта есін жиып оқуына барды. Бұл кезде карантин енді басталып жатқан кез. Оқулары қашықтықта оқуға ауысып, қайта ауылына қайтты. Солай жүріп 2-ші курсты да аяқтады. Біраз уақыт ауылында болған Ару ауылда жай жатқанша жұмыспен айналысқысы келді. Қасына құрбысын ертіп қалаға барып, бір кафеге даяшы болып жұмысқа тұрды. Екеуі бір пәтерде тұрып жұмыс жасап жүрді. Істеп жатқандарына біраз айдың жүзі болған. Бір күні өздері оқитын қалаға құрбысы жұмыстарымен бармақшы болды. Ару құрбысын қимай шығарып салып, үйіне қарай қоғамдық көлікке отырды. Отырғаны сол, көзіне жарқ етіп өзіне таныс адамды байқады. Иә, бұл Жалғас еді. Сүйемін, жақсы көремін деп жоқ болып кеткен Жалғас. Қаншама күнді ұйқысыз өткісіп, хабарласып қалар деп күткен Жалғас еді. Ару бірденен жүгіріп барып, қайда жүрсің, неге хабарсыз кеттің деп айтқысы келді. Бірақ қоғамдық көлікте адам көп болған соң қасына бара алмады. Тұрған орнынан қимылдай алмай қалды. Құдды аяғына тас байланып қалғандай. Не керек, жолда Жалғас түсіп қалып, ойындағы сұрақты Ару қойып та үлгермеді. Бірақ одан кейін де қай жерде жүрсе де Жалғасты көзімен іздеуді шығарды. Жолығып қалармын, осы қалада жүр деген бір үміті өшпей тұрды. Қаншама іздегенімен таба алмады. Күдерін үзген Ару жұмысымен алданып қайта жүре берді. Көп ұзамай оқуының да басталатын уақыты келді. Енді 3-ші курсты қашықтан емес, барып оқитын болды. Жұмыстан шығып қайта оқуына барды. Барғаннан бірге оқитын группаласымен бірге тұрды. Күнде сабағына барып келіп жүрді. Уақытта зымырап өтіп, жаңа жылда келіп қалды. Бірақ бұл жолы
ару жаңа жылды үйінде емес құрбыларымен өткізді. Қасында неше адам болса да өзін жабырқаулы сезінді. Өйткені былтырғы жылы жалғаспен сағаттап сөйлесіп, жаңа жыл кереметтей болып еді. Өзінің сезімін білдіріп, өмірдің мәні бардай сезілетін. Биылғы жыл тым-тырыс, ешқандай қызығы жоқтай өтті. Қанша жалғасты ойламайын десе де, жүрегі шіркін жалғас деп тұрды. Солай уақыт өтіп, ақпан айының 20-сы да келіп жетті. Бұл күні ару үшін ұмытылмастай күн. Өйткені жалғаспен сөйлескен соңғы күні. Күні бойы көңілі жабырқаулы жүрген ару бір жыл бұрынғыны ойлап отырды. Кенет ВК желісіне кіріп жалғасқа хат жазды. Өзінің әлі де сүйетіндігін жасыра алмады. Осы уақытқа дейін сағынғанын, көргісі келетінін, ішінде тұншығып жатқан барлық сезімін білдірді. Сезімге толы хатты оқығанда жалғас та шыдай алмады. Аруға жауап қайтарды. Кешкісін телефон арқылы сөйлесетін болып шешті. Жалғас хабарласып екеуі ұзақ сөйлесті. Ару көкейінде тұрған сұрақты қойып, ақыры жауабын алды. Осы уақытқа дейін неге жоқ болып кеткенін барлығын сұрады. Хабарсыз кеткені жалғастың анасы қарсы болған екен. Неге, не себепті екені белгісіз, оны жалғастың өзі де білмейді. Тек арумен қарым-қатынасы үз дегенге ұқсайды. Не керек, екеуі ұзақ сөйлесті. Ішіндегі жатқан ешбір сыры қалмады. Барлығын ашық сөйлесіп, бір-бірін түсінгендей болды. Ақыры жалғас кешірім сұрап, хабарласатын болып тұтқаны қойды. Сол күні ару қуанып, өзара түсіністік енді барлығы бұрынғыдай болады деп өзін сендірді. Алайда бұл жолы да жалғас тағы хабарласпады. Хабарын, қоңырауын күткен ару күте-күте хабарласпасын біліп, үмітін бір жола үзді. Енді хабарласпайтынына көзі жетті. Өмірін қайта жалғассыз жалғастыра берді. Көп ұзамай диплом алатын уақыты келіп, бір жапырақ қағазды қолына ұстаған күні ару ауылына қайтты. Ауылда көп болмай, 2021 жылдың қыркүйек айында ару қайтадан Астана қаласына жол тартты. Әсем қалаға барып, барлығын ұмытып, жұмысқа тұрып, жаңа өмірін бастағысы келді. Жұмыстың, пәтердің барлығын телефон арқылы тауып қойған ару Астана қаласына келіп орнығып алды. Келесі күні-ақ жұмысқа кірісіп те кетті. Бірақ ауылдан шыққан ару орыс тіліне шорқақ еді. Сонысының кесірі тиіп, алғашқы орналасқан жақсы жұмыстан айырылып қалды. Бірақ көп уақыт өтпей зертханадан жұмыс тапты. Жұмыс уақыты таңғы 7-ден түскі 3-ке дейін болды. Сондықтан жалақысы да аз мөлшерде еді. Бірақ жұмыс тапқан ару бұл жұмысқа да қанағат тұтып жүре берді. Көп уақыт өтпей Bigo Life арқылы Ислам деген жігітпен танысты. Ол жігітте арудың туып өскен қаласынан болып шықты. Уақытша Астанада құрылыста істеп жүрді. Екеуі бір қалада жүргендіктен жолығып, жақынырақ танысты. 2-3 кездескен соң Ислам арудың өмірінде бір құпия барын сезді де басты сұрақты қойды. Ару, сенің өміріңде қандай да бір өкінішің бар ма деп сұрады. Бұл сұрақ аруға ауыр болғанымен айтуды жөн көрді. Өйткені Исламға сенім артуға болады деп ойлады. Өзінің басында не жағдай болғанын ешбір сырын бүкпей айтып берді. Мұқият тыңдап отырған Ислам аруды жазғырмады. Тек бәрі жақсы болады, еш уайымдама деп сөз жәрдемін берді. Бірақ барлық сырды білсе де Ислам арудан бас тартпады. Сезімін білдіріп, ұнатып қалғанын айтып жүрді. Кейде қаржы жағынан қиналса, онысына да көмектесіп жүрді. Өйткені сол уақытта ару кішкене қиналып жүрген еді. Ата-анасына салмақ салғысы келмей кредитке телефон алған. Сол қарыздарын жабуға көмектесетін. Бір күні Ислам арудың қиналып жүргенін көріп, бірге тұруға ұсыныс жасады. Екеуміз екі жақта пәтерге көп қаржы жұмсап жатырмыз. Екеуміз түбінде үйленеміз ғой. Сондықтан бірге тұрып қаржы үнемдейік. Саған қолымның үшін тигізбеймін деп уәде берді. Ару Исламның бұл ұсынысын ой елегінен өткіземін, сосын хабарын айтамын деп қана қысқа қайырды. Бірақ хабар айтуға еш асықпады. 2 апта шамасында ару жалақысын алды. Алатыны аз ғана жалақы, онысы не телефонның қарызына, не үйдің пәтер ақысына жетпейтін. Ақшаны қалай жеткізерін білмей Исламға хабарласты. Ұсынысын қабыл алып, тек қол ұшын тигізбеуге уәдесін алды. Солай Ислам мен ару отбасылық жатақханаға орналасты. Екеуміз жас отбасымыз, әзірге баламыз жоқ деп алдап кіріп алды. Басында барлығы жақсы болды. Ислам берген уәдесінде тұрып жүрді. Бірақ соңынан аруды өз дегеніне көндірді. Қалай өздерінің жақындасып қойғанын білмеді. 2-ші күні тағы қайталанды. Бірақ сол жағдайдан кейін ару Исламға ренжіп, мені тек сол үшін ғана пайдаланып жүр екенсің, уәдеңде тұрмадың деп қатты ашуланды. Ислам кешірім сұрап, енді қайталамаймын, берген уәдемде тұрамын деп сөз берді. Солай екеуі өзара түсінісіп,
бір ай жақсы тұрды. Бірақ бір күні Ислам кішкене ішіп келіп, қайта уәдесін бұзып алды. Бұл уақытта Ару қатты ренжіп Исламмен сөйлеспекші болды. Бірақ арты ұрысқа айналып, екеуі екі жаққа кетті. Ислам өзінің жолдастарымен бірге бөлек кетемін деп шықты. Солай өзінің барлық киім-кешектерін жинап шықты да кетті. Ару өзі жалғыз қалды. 2-3 апта өткен соң Арудың жүрегі айнып бастады. Еш тамаққа тәбеті болмай жатып қалатынды шығарды. Әлсіздік бойын билеп алған. Өзі медицина қызметкері болған соң бірдеңе не болғанын біліп-ақ тұр. Бірақ күдігі сейілсін деп жұмысына аз мөлшерде жалақы алып, жекеменшік емханаға келді. Тексеріліп көріп еді, өзінің күдігі расталып, жүкті екеніне көзі жетті. Көп ойланбастан баланы алдырып тастауға шешім қабылдады. Бір жағынан әке-шешесін ойлады. Аттарына кір келтірдім, беттеріне қалай қараймын дейді. Сол оймен ғана жүрген Ару бір апта өтер-өтпес сол емханаға қайта барып, баланы алдырып тастады. Артынан кішкене ем қабылдап, ауылына қайтып кетті. Арудың қайтып кеткенін білген Ислам көп ұзамай хабарласып, барлығын басынан бастағысы келетінін, әлі де ұнататынын жеткізді. Бірақ Ару өткен кезге қайта оралғысы келмеді. Исламға аяғы ауыр болғанын, баланы алдырып тастағанын бәрін түгелімен айтты. Екеумізді байланыстыратын ештеңе жоқ. Сондықтан өткенді ұмытып, жаңа өмір бастаймын деп Исламнан бас тартты. Қазір Ару өткенін еске алып күрсініп алады. Рас та болса өмірінің біраз бөлігін құртқанына ренжулі. Исламды кездестіргеніне емес, қателік жасап, еш жазықсыз баланы алдырғанына өкінеді. Арудың жасы қазір 21 жаста. Ата-анасының қолында тұрып жатыр. Өз ауылында медбике болып жұмысқа тұрып алды. Алдағы өмірін ойласа қорқыныш билейді. Не боларын, немен аяқталарын өзі де білмейді. Бір білері, өткен өмірі өзіне үлкен сабақ болғаны. Егер видео ұнаса, арнамызға жазылып, қоңыраушамен лайк басуды ұмытпаңыздар. Оқиғада кейіпкерлердің есімі өзгертілген. Егер сіз де осы YouTube каналында өз оқиғаңызды тыңдағыңыз келсе, төмендегі сілтемеге өтіп, өз оқиғаңызбен бөліссеңіз болады. Келесі видеода кездескенше оқырман.